Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Лаура. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен мерекелік дастарханға арналған, өзінің түрі де, дәмі де ерекше болып келетін тағам әзірлейтін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 270 мл суды ыдысымызға құямыз. Оған бір жұмыртқаны жарып, бір шай қасық тұз қосып, венчиктің көмегімен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Содан соң 500 грамм ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз аз болған жағдайда тағы да 50 грамм ұн қоссаңыздар болады. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне қараңыздар, осындай жұмсақ болып шығуы тиіс. Қамырды илеп болған соң бетін жауып қойып қоямыз. Енді тауықтың аяқтарын маринадтап алатын боламыз. Мен маринадқа тұз, бұрыш, паприка, кішкене зира, кориандр және тауыққа арналған дәмдеуіш қостым. Қалауларыңызға қарай қосасыздар. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 3 ас қасық соя қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Болғасын бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырды алып, оны екіге бөліп, әрқайсысын жайып алатын боламыз. Қамырдың бетіне ұн сеуіп, жұқа етіп жайып аламыз. Жайып болған соң бетіне ұн сеуіп, осылайынан бүктеп аламыз, кеуіп жабысып қалмас үшін. Содан соң екінші қамырды жайып алатын боламыз. Оған да ұнды жақсылап сеуіп, жұқа қылып жайып аламыз. Мен қамыр жаюдан әлі спец болмағасын дөп-дөңгелек ровно болып шықпай қойды. Мән бермеңіздер. Екі қамырдың негізгі размері бірдей болса, вообще күшті болар еді. Бірақ менде олай шықпай қойды. Екі түрлі қылып кесіліп қойды ма, білмеймін, содан болу керек. Мән бермей ақ қойыңыздар. Негізі екеуін бірдей бөлікке бөліп, дөп-дөңгелек бірдей қылып жайсаңыздар, вообще күшті болады.
қамырды жайып болған соң 150 грамм ертілген сары майды бетіне осылайынан жағып шығамыз. Майды жағып болған соң үстіне екінші қамырды қойып, тегістеп бір-біріне келтіріп, оның да үстіне жаңағыдай сары майды жақсылап жағып шығатын боламыз. Жағып болған соң қамырымызды дәл видеодағыдай барлығын орап шығатын боламыз. Содан соң қамырды екіге бөлгеннен кейін менде 9 тауықтың аяғы болған соң қамырды қалған 9 бөлікке барлығын бөліп осылайынан кесіп шығамыз. Тарелка алып, қамырымыздың ұшын астына қарай салып, үстінен басып, қойып шығамыз. Мен қамырдың астына ұн сеуге ұмытып кеттім. Міндетті түрде ұн сеуіп, барлығын қойып шығыңыздар. Сол кезде қамырымыз жабысып қалмайтын болады. Барлығын қойып шыққан соң бетін пакетпен жауып 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол кезде қатпарлы қамырымыз дайын болады. 20 минут өтті, енді қамырдың астына ұн сеуіп, дөңгелек етіп, осылайынан жайып аламыз. Қалауларыңызға қарай пияз қоссаңыздар болады. Мен бір пиязды алдым, жұқа қылып турап, бетіне қойып, қамырдың үстінен тауық аяғын салып, өрген сияқты қамырды жұқа қылып, бірінің үстіне бірін осылайынан басып, барлығын жауып шығамыз. Тағы да көрсетейін, қамырдың үстіне пияз саламыз. Осыдан соң тауықтың аяқтарын қойып шығамыз. Бетін осылайынан жауып шығамыз. Енді тауықтың аяқтарын протеинға араларын ашып, барлығын салып шығамыз. Аяқ жақтары күйіп кетпес үшін фольгамен осылайна орап шықсаңыздар да болады. Ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, бетіне осылайнан барлығын жағып шығамыз. Қалауларыңызға қарай бетіне кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. Енді тауықтың аяқтарын қызып тұрған пешімізде 200 градуста 50 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне қатпарлы қамырдың ішіндегі тауық аяқтары дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Мерекелік дастарханға қойсаңыздар сәнін ашатын тағам. Міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі де өте керемет болып шығады. Қамыры да хрустящий, жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен Лаура. Қош сау болыңыздар.